жер бетінде адам алейхисалам алғашқы жер бетіне түсірген кезде күллі істі істеуге қабілетті дарынды етіп жер бетінде өркениет жасау үшін түсірген адам алейхисалам. Халифа деп айтады, халифа етіп жаратты. Алланың халифасы адам баласы жер бетінде. Содан адам алейхисалам қартайды ғой. Уақыт келді, төсек тартып жатқан кезде балаларына айтады, жәннаттың жемісін жегім келеді. Аңсады ғой енді. Жеген да өйткені ол кісі біледі. Әкесінің енді қараңыз, әкеге деген әдеп, әкеге деген құрмет. Мүмкін емес, оны таба алмайды жәннаттың жемісін. Бірақ балалар шығып кетті ғой. Іздеп кетті. Әкеге деген құрмет, әкеге деген әдеп, әкені сыйлау, адам алейхисалам балалар көрсетіп отыр. Алдарынан адам кейпіндегі періштелер жолығады бұл кісілерге. Олардың қолдарына не дедік? Жәннаттан алып келген кебін бар дедік, және хош иіс бар дедік. Жәннаттан келді. Сөйтіп келді, содан жолықты, сонда айтты, қайда барасыңдар, осы адам пайғамбарымыз осындай жөнін айтып жатыр. Баласы едік, әкеміз жәннаттың жаңағы жемісін аңсап жатыр, соны жегісі келді. Жоқ, сендер қайтыңдар, бізбен бірге қайтасың. Қайтыңдар, жүріңдер деді. Әкелерінің уақыт келді, әкелер абысына қайтады. Сөйтіп келеді, үйге кіріп келген кезде адам алейхисалам жатыр, Хауа анамыз отыр. Хауаны бірден танып қойды ғой. Өйткені періштелерді көрген ғой кісі. Белгісін біледі да, нұрдан біліп тұр ғой. Бірден адам пайғамбарға жүгірді ғой бұл кісі. Өйткені ол кісінің уақыты келгенін сезді. Содан өлім періштесі келіп, адам алейхисаламның рухын алды, жанын алды. Сонда періштелер әдемілеп, тап-таза, құрметтеп, қадірлеп, дәретін алдырып, ғұсылын құйдырып, жуындырды. Періштелер істеп отыр. Сөйтті да жәннаттан алып келген кебінге әдемелеп, арулап, кебін деді. Содан кейін хош иіс септі үстіне. Сөйтті да жаңағы хош иіс септі, жерді қаздырып қойған, жерді қазды. Сөйтті да балалары бар, ұрпағым бар, артына қойды да періштелер намаз оқыды. Жер бетіндегі ең бірінші жаназа оқылып отыр. Бірақ періштелер оқып отыр. Алланың мәлейкелері, нұрдан болған періштелер намазды сізге көрсетіп отыр. Біз оқып отқан намазды. Сөйтті да жаңағы Аллаху әкбар деп тәкбір алды, Раббысын мадақтап жаназаны оқыды. Адам алейхисалам алдарында тұр, жүзін барып қыблаға бұрды да неге қабірге қойды, үстін жапты. Сөйтіп балаларына айтты, періштелер кетіп бара жатыр. Бұдан былай сендердің адам ұрпағының жаназа рәсімі осылай оқылады деді. Ең алғашқы жаназа адам пайғамбар оқылды. Бұл жаназа бізге қайдан келді? Адам алейхисаламнан келді. Сол үшін ғалымдарымыз айтады, адамдар азан мен жаназаның екі ортасында өмір сүреді. Дүниеге шыр етіп келеді, ақжайлықпен күтіп алады, құлағына азан шақырады. Дүниеден шыр өтіп өтеді, ақ кебінге орайды, намаз оқып шығарып салады. Сол үшін Қадыр Мырза атамыз не деп айтты? Бүгін бар, ертең жоқ болар, өмірді өлім ноқталар. Бесіктен шыққан жолаушы бейітке барып тоқталар.